Тауларды жерге қазық қылып қақтық деген Құран аятын дәл осы Йосемите тауына келгенде анық түйсініп сезінгендей болдым. Бұдан бұрын тау көрмей жүрген жоқпыз. Бірақ дәл мына Йосемите тауы, Калифорния штатында. Бұлар кәдімгі жерге қазық сияқты қағылған екен. Аң-таң қаласыз. Тіп-тік. Мысалы, басқа таулар, мысалы оның тіктігі 35, 45, 50, кейбір таулар тіпті одан да жатаған болып келсе, мына таулардың енді тіктігін қараңыздар. Кәдімгі 90 градусқа жуық тіктікпенен қазық құсап қағылып отыр. Аң-таң қаласыз. Мысалы, мына артымдағы мынау, енді соның көлемін миллион есе кішірейтіп көрсеңіз, кәдімгі қазық па? Қазық. Қағылып сына болып тұр ма? Сына болып тұр. Таң тамаша қаласыз. Мысалы, міне жерде де мына таулар. Артымда мен жаңа мынаның астындағы өзенге барып келдім. Топ-тұнық өзен ағып жатыр. Мына тауларды қарасаңыз енді, таңға жайып. Қазір көрсетем. Жерге бейне қазық қылып, қағып, шашып тастаған сияқты. Енді осыны да бір үлкен жер қыртысын зерттегіш геолог ғалым таулардың мына жылжитын материктерді, құрлықтарды тұрақтандыру үшін қазық сияқты болып, әр материктерге, теңіздерге, мына жердің, континенттің, теңіздің жаңа қыртыстары бар ғой, соған қағылғандығын дәлелдегенде, артынан бұның Құран аятында жазылғанын көріп, дінге келіп дін қабылдапты дегенді баяғыда бір жерден оқығаным бар еді. Біз жаратушының бізге түсірген қасиетті Құран кәламын, Құран кәрімді әлі толық түсінбей жүрміз ғой. Мысалы, қараңызшы, қаншама ғылым жатыр, біздің оған мына шектеулі миымыз жетпейді. Қаншама нәрсе онда жасырын айтылған, оны миымыз жетпейді. Бар болғаны, оны адамзат баласының жазбағандығы анық болып тұр. Адамзаттың ғылымымен жазылған жоқ. Себебі онда өте көп. Сізбен біздің қазіргі ең жоғарғы деңгейдегі физикалық білімдеріміз жетпейтін физикалық, астрономиялық, астрофизикалық, химиялық, биологиялық ғылымдар жатыр. Мысалы, құмырсқаның сырты металл сияқты сынатын қабыршақтан тұратынын, ол кәдімгі біз ойтатыны былқ етіп, былш еткізіп мұжитын зат емес, оның шықырлап тұрып сынатын кәдімгі сауыт сияқты қатты зат екендігін Құран айтады. Анығында Алланың дәргейінде айлардың саны 12 деп, айдың жерді, күнді айналып бар жатқан жерді айналған кезде жалпы оның қиылысының 12 рет өзгеретіндігін Құран айтып қояды. Одан бұрын адамдар оны білмеді. Енді шексіз хикмет. Мысалы, біз темірді көктен түсірдік, онда хикмет күш бар дейді. Бүкіл біздің ағып жатқан қанымыз, гемоглобин, қан қызылы, темір плюс 3 ионымыз азайып кетсе, қанымыз азаяды. Сол үшін әйелдерді туыт кезінде, тағы басқа кезінде қан толтыр деп темірі бар заттар жегістеді. Мысалы, темір, мына тұрған жеріміздің асты балқып, кәдімгі лаулап балқып тұрған темір. Содан барып магнит өрісі шығады, содан барып сіздің телефоныңыз, интернетіңіз, спутнигіңіз, электріңіз бәрі сол магнит өрісінен істеп отыр. Жердің ортасына балқып тұрған сұйық күйдегі темірді қойып отыр. Сол балқыған темір мына күннен шығып тұрған радиацияны ионосфера қабатында сыртқа қайтарды. Құранда айтады, біз аспанды жараттық, және оның 7 қабатқа бөлдік дейме, о жер есімде жоқ. Білетіндер, толық білетіндер айтсын. Және оның әр қабатына өз міндетін түсірдік дейді. Аспанның әр қабатының өз міндеті бар. Соның біреу ионосфераның күн радиациясын қайтару. Содан міне біз шашлық болып кетпей аман тұрмыз. Болмаса, Марс сияқты радиацияны тоса алмаса, ана радиация бізге тіке түсетін болса, мына жерде бір тіршілік болмайды. Енді қазық құсап қағылған қада-қада тауларды, мына тауларды қазақ болса қада тау деп атай салатын еді. Сол қада-қада тауларды көріп, жаратушының шексіз хикметін сезініп, осы сөзімді айтып отырмын. Керек па? Атеист бауырларымыз маған хабарлассын. Мен
ағылшын тіліндегі ағылшынша жазылған видео мәліметтерді, жазба мәліметтерді жіберіп берейін. Себебі онда мынау қасиетті Құран аяттарына негізделе отырып, сәуленің жылдамдығы секундына 300.000 километр екендігін, және жарықтан жылдам материя жоқ деп отырған физик мамандардың сөзін терістеп, жарықтан жылдам бағытта, жылдам қарқынмен ұша алатын періштелердің бар екендігі туралы аяттарды көрсетеді. Және сонымен қатар енді өте көп, мен бұндай деректерді ағылшынша тыңдаймын. Енді өте көп. Тағы не дейді? Уақыттың салыстырмалы болатындығын мынау батыстың физик ғалымдары тіпті ойлап миына да кірмеген кезде Құранда сендердің уақыттарың бойынша, біздің дәргейіміздегі уақыт бойынша деп айтады. Біздің дәргейіміздегі бір күн сендердің жерлеріңдегі 84 жылға тең деген сияқты сондай сөздерді айтады. Бұл уақыт дейтін заттың салыстырмалы зат екендігін, созылатындығын және қысқаратындығын мына біздің қазіргі миымызға сыймай, тіпті бірақ ғалымдар уақыттың салыстырмалы екендігін, оның кейбір физикалық құбылыстары, кеңістіктік мынау тартылыс заттары, тартылыс күші тағы басқаларға қатысты екендігін, мысалы кейбір планеталарда, кейбір галактикаларда уақыттың жылдамдығы басқа екендігі, мысалы сіз өзіңіздің планетаңызда тұрсыз, хикметпен сол планетаға барып қалғанда, сіздің планетаңызда мысалы 1000 жыл өтіп, сіздің тіпті шөбереңіздің, шөпшегіңіздің өзі шөпшек сүйіп кеткенде, сіз ана жерден бір ғана күн уақытыңыз өткен болуы мүмкін. Ал қайтып келсеңіз, жер шарыңызда 1000 жыл өтіп кеткен. Мысалы салыстырмалы, мысалы ұқсас екі жердің арасындағы уақыттың жылдамдығы ұқсамайтындығын, уақыттың жылдамдыққа қатысын, соның бәрін Құран айтып қояды. Бірақ кәдімгі сіз түсінетін, ойламаңыз, физика оқулығындағы сияқты неге түсіндірмеді деп. Жоқ, ол өзінің 1500 жыл бұрынғы сауатсыз, атын жаза алмайтын арабтың баласына түсіріп, сол кездегі арабтар түсінетін деңгейде айтып жеткізді. Бірақ олар қаншалық деңгейде түсінді, біз білмейміз. Бірақ олар жаратушының бірлігіне сеніп, иман келтіріп кетті. Ал біз мына дүниені жаратушы таратып қойған шексіз хикмет әлемді танып жатырмыз, біздің деңгейімізде біз танып, жаңағы шексіз ғылым иесінің түсірген ғылымын депті, енді таңырқап жатыр. Ал бізден 1000 жылдан кейін келдер болсашы, олардың мына дүниені тануы бізден бөлек болғанда, олар мүмкін әлі де басқа тың сырларды табуы мүмкін. Кейде бір бауырларыма жаным ашып кетеді. Білімді ма? Білімді. Бірақ өздерінің шектеулі, өте шектеулі, титтей білімдеріменен мына шексіз ғаламды жаратқан хикмет иесін теріске шығарады да. Бұл бауырларыма тек жанашырлықпен бір ішім ашып, жүрегім ауырып қана қараймын. Себебі бұл бейне Алматыда Көктөбенің түбіндегі бір төбешіктен ін қазып алған құмырсқаның бүкіл жер әлемнің үлкендігін сол құмырсқа іннің айналасындай немесе Көктөбедей ғана түсінетіндігі. Ол мүмкін өмір Астананы көрмеген құмырсқа. Мүмкін Еуропа дейтін, мүмкін ол басқа құрлық, Америка құрлығын, мүмкін ол мүлде мұхиттың арғы жағында Аустралия дейтін затты елестете алмаған құмырсқа. Ол бар болғаны сол Көктөбеде бір саркершті топырақ төбенің шетінен бір бүйірінен ін қазып алып, қысына дайындалып, жаздай дәнек жинап, өлген жәндіктің өлексесін жинап, оны сол жаратушы берген ғылымы бойынша жердің астындағы әр бәленбай қабат өзінің сақтауыш қоймаларына сақтап, жәндіктердің өлексесін бөлек, және оны сілекеймен сілемейлеп, оны былайша айтқанда ары қарай шірімейтін қылып, әрбір дәндерді, дақылдарды оны бөлек, оны да шірімейтін қылып сақтап жатқан бір тіршілік иесі. Бірақ сол тіршілік иесі, егер дүние деген тек осы ғана, бүкіл галактикада біз құмырсқа деген тіршілік жасаймыз, бүкіл тіршілік осы біз сияқты бәленбай сирағы бар, түгенбай мұртшасы бар тіршілік деп ойласа, онда қандай өкінішті. Мүмкін олар өмірі адамзат дейтін тіршілік иесінің
ракета жасап шыққанын, айға қонғанын, Марста аңсап жатқанын, оларда интернет дейтін зат барын, олар телефон дейтін, компьютер дейтін затпен хабарласып жатқанын, енді атом дейтін затпенен бірін-бірі қырам жоям деп жатқанын, адамдардың әр алуан дінге, ағымға бөлініп, қырылысып, саясатқа, топқа, үйекке, нәсілге бөлініп, кешегі бір лекциямда айтқандай, күн сәулесі түскен кезде шағылдыратына қарап ақ-қара, сары болып нәсілге бөлініп, бірін үстен бірін қор сезініп, тек денесіндегі жаңағы сәулеге көрінетін бояғыш заттарға ғана сөйтіп бірін жоғары төмен деп жатқанын, мысалы ақ нәсілді ат пен қара нәсілді ат, мысалы терісі қара атты жаңағы терісі ақ ат пен терісі жирен ат, сен нәсілің төмен, сен қарасың деген сияқты. Қандай күлкілі, мысалы аттар бірін-бірі сөйтіп терісіне қарап бірін-бірі қомсынса, тепкілесе, біз күлеміз ғой, бәрің атсың ғой деп. Адамдар да сондай екен, жаңағы бейшара құмырсқа түсінем екен. Менің азғантай өзінің шектеулі, өте шектеулі біліміменен жаратушыны теріске шығаратын қазақтарға бір мүсіркеп қарайтыным да осы. Егер сенің жүрегіңде бір мына ғаламды түсінетіндей білім болғанда басыңда, сосын жүрегіңде бір жаратушыдан берілген бір ең негізгі осы хикмет иесін сезінетіндей бір байланысқа шыға алатындай бір сезім болғанда, ең негізгі, ең қарапайым, сен осыншалық адаспас па едің деп жаным ашиды. Мен әлі есімде, мен 87 ма 88, мен кенженімді көтеріп далаға шықтым, түн, ай тұр. Сонда менің інім ана айды көрсетіп айтады, тілі жаңадан шыққан кез, анау не дейді, ай десем, оны кім онда қойып қойды дейді. Сонда жаңадан тілі шыққан бала екеш бала, ана айдың өз бетімен ана жерде тұрмайтындығын, оны біреудің сол жерге қойғандығын біліп отыр. Оған ешкім ай туралы, күн туралы, астрономия туралы білім бермеген. Ол енді дүниені көріп, ол алманы ұстап таңырқап көріп, қарбызды көріп, деп таңырқап көріп, оны жеп тіпті таңырқап жүрген кезі, түнде толып тұрған айды көріп, оны кім ол жерге қойып қойды дейді. Яғни сәби баланың, жаңа былғанбаған, ешқандай ақпарат кірмеген баланың өзі айды біреудің жаратып, жасап, және оны сол жерге, бір сол орбитаға қойып қойғанын біліп отыр. Бұл адамның жүрегіндегі Алла тарапынан берілген ең алғашқы, ең табиғи білім. Оны енді компьютерді, мына техникаларды білетіндер, осы техника мен компьютермен бірге ең алғашқы primary жаңағы дейді, ең алғашқы осы техниканың өзін қозғайтын, тоқты қабылдайтын, ең алғашқы оған программа қоюға дайындайтын программаларды айтады. Бұл енді осындай фитрасының өзі жоқ болып кеткен азаматтарға тек жаның ашиды. Атеисттер, құдайсыздар тарихта да болды. Бірақ ең сұмдық құдайсыздар коммунистер болды. Біз қазақ дейтін халық тарихта мың сан қырғын көріп, мың сан соғыстарды бастан кешірсек те, тура осы құдайсыз коммунистерден қырғын көргендей, солардан зардап шеккендей зардап көрген жоқпыз, шеккен жоқпыз. Қазіргі құдайсыз қазақтар кешегі коммунистік жүйенің зардабы. Тіке болмаса да жанамалай сол құдайсыз қоғамнан қалып қалған сарқыншақтар. Мен мына американдарменен кездесіп, сөйлесіп, мысалы кеше мен бір апамен сөйлесіп қалдым. 2 күшік жетелеп апты. Сонымен hello, good morning деп сөйлесіп қалдық. Содан сол апаға айттым, енді мына 2 күшігіңізді бағуға айына қанша шығын жұмсайсыз дедім енді. Ол кісі енді өзі good morning дасқаннан кейін. Сон әдемі апа, бойы өзі 1,90 метр ба сондай ақ америкалық кәдімгі бай, бақаватты Американың жоғарғы орта жігінің адам екендігі шығып тұр. Сон өте аз дейді. 1 күшігім дейді, өте аз жейді тамақты, өзі құрттай күшік өзі, мысықтың ар жағында. Мен оған бүкіл бір айда кететін ақшам дейді, қанша дейді, 20 дедім, 30 дедім, сондай ғана доллар дейді.
мен ондай көп ақша шығындамаймын дейді. Мен аң-таң қалып қалдым. Содан жаңа әңгімелесіп отырмын. Сонда сол кісі артынан ары қарай тарих, саясат, Трамп, Байден, Путин, Зеленский деп жібердік әңгімені енді. Мен де сол кофемді алып, кофемді ұрттап, ішіп, жаңағы рахаттанып отырған таңертең ерте бір кофе ішіп сергейтінім бар кәдімгі. Сондай бір құмарлығым бар ғой, кофе, шай дейтін заттарға. Мен соны қоя алмай жүрмін. Арақ ішпеймін, темекі шекпеймін, қызға бармаймын, қыдырмаймын, қумаймын. Енді бір сондай кофе, шайге құмар болсам, несі бар деп өзімді өзім жұбатып қоямын. Анаша шекпеймін, пентанил шекпеймін, героин, кокаин жоламаймын. Енді не бопты кофе ішсем, шай ішсем. Соны сол апамыз алады да, сойтып отырды да, бір кезде алды да маған дінін уағыздап кетті ғой. Жай амандаса қалған апа. Жаратушының сөзсіз барлығы, оның шексіз құдірет иесі екендігі, мына дүние зұлымдыққа толып кетті, мына арамзалар соғысты бастап адамзатты аздырып жатыр, мына қоғам әбден былықты, жаратушыны ұмытты. Ал апаң алды да, жаратушы өзінің қасиетті кітабында Інжілде биткен деп, Інжілдің жаңағы аяттарын, сүрелерін жібергенде мен аң-таң қалдым. Діни нанымы бар адам, жүрегі таза адам, мына айналадағы зұлымдықтың бәріне қарсы адам, әділдік, теңдік, шындық орнасын дейтін адам. Міне, білімді ма? Білімді. Бай ма? Бай. Бақауатты ма? Бақауат. Орта тап, мүмкін әлде жоғары тап. Мынандай бай бақытты Америкада жүр. Және сол кісінің өзі тоқшылықтан ісініп, кебініп, семіріп, құдайын ұмытып, жаңағы біздің бір қарны тойған қазақтар бір құдай сынып кетеді ғой, жаңағы сасынып, орыстардың сасық мінезін жоқтырып, ісініп, осы шер тиіп, ентігіп сөйлеп, не могу деп, бейтіп, күрсініп сөйлеп, орыс болып сөйтіп, құдайды теріс деп кетеді ғой. Әлгі апаны көріп таңырқадым да. Мен ойлаймын кейде мынау Америкадағы, енді ол кісі сондай зұлымдық болып кетті, қылмысы асқынып кетті, Америка айтып кетті, бүйтіп кетті деп жатыр, мысалы, дүниені де айтып жатыр. Адамзаттың жүрегіне мейірім кетіп қалды деп жатыр. Бірақ енді өзі сондай мейірімді апа, тіпті сондай мейірімді апа. Америкалықтарға Құдай осы дүниенің сондай бір шүлендігін беріп қойғанның өзі мен ойлаймын да, осындай жүрегі жұмсақ адамдар, осындай пейілі кең адамдар, осындай жаңағы өзі қаншалық бай-баяшат өмірде жасап жатса да, жаратушыны ұмытпаған, жүрегінде тәкаппарлығы жоқ, осы адамдардың ниетіне қарап та жаратушы Алла америкалықтарға мына ырғын өмірді, шүлен байлықты, мына теңдікті, еркіндікті беріп қойды мекен деп ойлаймын. Енді мен білмеймін, Алла ғана біледі. 100 қазақты Алла бір керемет бір аспап тауып шығып, соның ниетін, жүрегін тексерсе, 100 америкалықты тауып шығып, ниетін, жүрегін тексерсе, ай біздің 100 қазақтың қаншауының жүрегі құрттап, биттеп, іріп, шіріп, бық-бық болып, сасып көкіректеніп, орыстанып, мәңгүрттеніп, алдап алсам, жеп алсам, алдап кетсем, тартып алсам, жұлқып алсам, сатып кетсем, бүйтіп кетсем, $1 миллион берсе, алай сатсам, $2 миллион берсе, былай сатсам, ананы қорғып кетсем, мынаны түрмеге тықсам, анаған жала жапсам, мынаған бәле артсам дейтін қанша қазақ шығады екен? Қанша қазақ шығады? Ең қарапайымы бір зұлымдық болып жатқанда, аққа жақ болып, қараға қарсы болып, шырылдап соған араша түсетін қанша қазақ шығады екен? Ал америкалықтар баты айдаладағы бір нақақшылық оқиға ақпаратқа шыға келген кезде мыңдап, 100 мыңдап ереуілге шығып кетеді ғой. Тарихта сондай оқиғалар болды, мысалы, жай бір адамдар ортасында қайшылықтан кісі өліміне қатысты сот болып, ол деген сериал құсап телеарнаға шыққанда бүкіл Американың ереуілдеп кеткендерін көрдім. Бір нақақшылықтар болған кезде, бір сондай бір қоғамда бір үлкен оқиғалар болғанда 100 мыңдап ереуілге шығып кетеді. Мен аң-таң қаламын. Мысалы, Нью-Йоркта бір оқиғаға куә болдым.
бір полицей қылмыскердің қолынан қаза табады. Бүкіл көшенің екі шеті толған халық ана қылмыскердің қолынан қаза тапқан полицейді кәдімгі табытының үстіне мемлекеттің туын жауып, ана бүкіл полицей парадқа тізіліп әгіні әкетіп бара жатыр қабірге. Бүкіл жолдың шетінде ел тұр. Кейбіреулер бір тізерлеген, екі қолын біріктіріп, жаңағы христиандар ұқсап дұға қылып жатыр, біреулер бүйтіп дұға қылып жатыр. Енді христиандар кейбір мына саусақтарын екі қолын былай бір-біріне шымдап ұстап дұға қылып жатыр. Бізде бір қылмыскердің қолынан қаза тапқан ондай полицейді өйтіп қалқа өліп қапты ғой. Бізде адамның құны жоқ та. Мысалы, Марат Жыланбай сотталып кетті. Бір қазақ, Асқар Сенбай сотталып кетті. Думан Мұхаммедкәрім нақақ сотталды. Айгерім Тілеужан нақақ сотталды. Қазаққа өзінің той берген. Бейне оның қатысы жоқ сияқты. Олар сол не сонда Марат Жыланбай өзінің сиырын қорғайын деп сотталып па. Думан Мұхаммедкәрім не қорасына біреу ешкісін ұрлағалы түсіп, содан арақ ешкісін қорғаймын деп Думан Мұхаммедкәрім сотталып кетіп па. Кісі өлтіріп па, банк тонап па, пошта тонап па, қыз зорлап па солар. Айгерім Тілеужаншы. Қазақ ойлайды үйінде бауырсағын пісіріп жүрмеді ме, несі бар екен аэропортта дейді мысалы. Біздің осы ындынымыз, осы ниетіміз, осыншылық деңгейде паруасыздығымыз, бейғамдығымыз әрине Алланың ғазабын шақырады да. Шақырмай қайтсын. Біз бір-бірімізге сынақпыз ғой. Мен саған сынақпын, сен маған сынақсың. Мен саған емтиханмын, сен маған емтихансың. Аронды өлтірді, үндемедік. Дулат Ағаділді өлтірді, үндемедік. Сол Дулат Ағаділді, Аронды өлтіргенде үндемеген бәріміз тозаққа лайықпыз. Мен Алла кешсін. Бірақ мен айтам, сол Дулатты өлтіріп, Аронды өлтіріп қойып қарап отырған бәріміз тозаққа лайықпыз. Құдай біледі, жаратушы Алла сол үшін Дулат өлгенде, Арон өлгенде үндемедіңдер, аққа жақ бола алмадыңдер деп бар ғой. Бізді істікке шашып тозақта 1 миллион жыл жағып жіберсе бар ғой. Соған лайықпыз ау. Соған лайықпыз. Сондықтан қор болуға лайықпыз. Алла біздің жазамызды тіпті ол дүниеде миллион жылдаған тозақ емес, ал осы дүниедегі тозақпен жуып жатыр ма деп ойлаймын да. Себебі Алла сүйікті құлын дейді. О дүниедегі ауыр жазадан көріп, бұл дүниедегі жеңіл жазаменен жазалап, оны дұрыс жолға салғысы келеді деп бір аталарымыздың айтқанын естігенім бар еді. Сонда мен ойлаймын, жаратушы Алла бізді жақсы көргендік үшін осы дүниенің жеңіл тозағымен бізді жазалап жатыр ма екен деймін. Баршаларыңыздың жеңіл тозақтарыңыз астарыңызда, айналаңызда көрші, құда, жекжат, туыс туған бүкіл қоғам, зар жылаған ел, адасқан ел, азған ел, кредитке байланған ел, қиналған ел, аштан өліп жатқан қазақ, баласын баға алмай, баласын құшақтап 9-шы қабаттан секіріп өлген қазақ, күні түні жұмыс істеп кредитін жабам деп 4 сәбиін, 5 сәбиін үйіне қамап өртеніп өлген қазақ. Әр жолы міне қанша рет қайталанды? 5 рет қайталанды ма? 4 сәби, 5 сәби өртеніп өледі. 4 сәби, 5 сәби өртеніп өледі. Неге? Ата-анасы екеуі де түнгі сүменге кетеді. Соның барлығы осы зұлым биліктен. Осы зұлымдар неге өлмейді? Олардың сарайлары неге өртенбейді? Олардың сәбилері неге өлмейді? Өлуге тиістілер солар ғой. Азаптануға тиістілер солар ғой. Аңырап жылауға тиістілер солар ғой. Мына қарапайым, кедей, бейбіт қазақ емес. Ойланайықшы.